қасты жұлу дегенде, расында да егер сондай бір қасты жұлу дегенде, қалай айтса болады, бейнесін қатты бұзып тұрғандай болса, мысалы айтақ, қасы үлкендігінен бір көзін жауып тұр, соны аздап қысқартса, немесе қасы бір қандай да бір жағдайларменен, құдай сақтасын, мысалы жол апатына түсіп қалды ма, жоқ тумысынан ба, бір қатты бір көркемсіз бір қисықтау болып тұрса, соны операция арқылы түзетіп, ота жасатып, сондай бір жаңағыдегі дұрыс суретке ендіруде тұрған проблема жоқ. Ал бірақ бүтін Құдайдың берген қасын, оны енді майдалап немесе түбіменен қырқып тастап, орнына қаламмен сызып қою, бұл енді Құдайдың бергеніне риза еместігін білдіру ғой. Оған риза болған еркек те соған қосылады. Әйелі түгіл, еркек те өзінің мойнына көтереді сол нәрсені.